Ақмаралды сыйлықпен арбамақ болдың ба? Үнемі Ақерке деп айтып алатыным бар. Сосын мен айтам, менің есімім Ақмарал деп. Ойыңнан шатастың ба, әлде сезіміңнен бе? Жұбатып жүріп жүрегіне жол табайын дедің бе? Күліп жүрсе екен деймін да Ақеркені. Осылай қолдап жатқанын. Күліп жүргенді қалаймыз, сұлу қызға белгісіз жаннан. Қолдауыңды бастап кеткенге ұқсайсың. Сәлден кейін қосылайық жобасында. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Әзірге бізде шымылдық жабық. Қырғызстаннан, Ош қаласынан Мейірім есімді үміткер келген болатын. Ал Нұрдәулет сұрақтарыңызды қояды. Аты да әдемі екен, Мейірім. Әдемі. Соған қарағанда өзі де әдемі сияқты. Мейірім деген есімдер өзі бір жақсы жандар болып келеді. Рас қой? Енді Ош шарында негіз Балаусахан мен өзім болғам. Ош шары маған өте қатты ұнайды. Ояқтың табиғаты да керемет. Табиғаты керемет болғаннан кейін қыздар да керемет болады да ояқтың ше. Бір өзі уже андай аурасы сезіліп жатыр. Бір керемет қыз екені ше. Тағы да Мейірім, сізге үлкен рахмет таңдап келгеніңізге. Сіздің үйіңіздегілер қарсы емес, иә? Жалпы жобаға, маған. Жоқ, қарсы емес. Сіз бұрыннан бақылап келесіз бе, бұрыннан көресіз бе мені? Иә. Жалпы қандай нақты қасиеттерімді көріп таңдап келдіңіз? Қарапайымды сымбатты жігітсіз, сол үшін сізді таңдап келдім. Рахмет үлкен. Енді ары қарай мен... Нұрдәулет, не болды сізге? Уайымдап қобалжып отырмын. Көп шықпағалы ма, Балаусахан? Балаусахан, өзім қош берейін, иә? Қайырлы күн, қош келдіңіз, Мейірім. Бәсе, неге бағана сіз ерекше үміткер дедіңіз ғой, сол кезде неге ерекше деп аты Мейірім екен ғой бұл кісі? Иә. Сол үшін ерекше екен ғой. Иә, Мейірім және де Қырғызстаннан келіп отыр, сол үшін ерекше болып тұр ғой сол. Мейірім, қош келдіңіз. Қуаныштымыз көргенімізге. Шынымен Мейірімге маңайыңызды бөлек отырғаныңыз көрініп тұр. Мейірім деп айтып қоймадық қой, Мейірім деп. Не ғой, өткеніңізді айтып кетесіз ба? Бұрындары ара-қатынаста болғансыз ба, тұрмыста болғансыз ба деген сияқты. Немесе қашан ара-қатынаста болдыңыз соңғы рет? Мейірім. Иә, бұрын тұрмыста болғам, ажырасып кеткем. Балаңыз жоқ па? Балам бар. Қаншада? Жасы 5-те. Не себепті ажырасу болды? Қазір мамам қарайды. Өзіңіздің анаңыз қарап отыр, иә? Анам. Ал Алматыда сіз жалпы көшіп осында тұрасыз ба, әлде арнайы келдіңіз? Алматыға арнайы келдім, мен өзім арнайы келдім. Иә. Көп рахмет. Балаусахан. Перизат. Саламатсыз ба, Мейірім, қош келдіңіз. Өте әдемі қыз екенсіз. Уайымдамаңыз, бұл жерде барлық қатысушылар өте жақсы. Сіз өте жақсы бір ер азаматын таңдап келдіңіз. Тек қана бәрі жақсы болса, бақыт қалаймын. Иә, уайымдамаңыз. Егер де бәрі жақсы болып жатса, сіз Нұрдәулетке тұрмысқа шықсаңыз, Алматыда, Қазақстанға тұрғанға қалай қарайсыз? Егер де Нұрдәулет мені ұнатып, тұрмысқа шығып қалсам, осы жерде тұра берем. Балаусаханым бар? Аяқтаңыз сұрағыңызды. Перизат. Потом. Балаусахан, кейін айтасыз. Жақсы. Тимур. Саламатсыз, Мейірім, қош келдіңіз. Нұрдәулетті енді таңдап көріп келген шығарсыз бұрынғы ара-қатынас туралы. Тоже қырғыз қызбен ара-қатынаста болған адам, отбасылы болған. Соған көзқарасыңыз, ойыңыз қалай, өзіңіздің пікіріңізді айтып жіберсеңіз сол жөнінде. Иә, көргем, көзқарасым дұрыс, жаман көзқарас жоқ менде. Сосын да бір сұрағым, енді 5 жасар баламыз бар деп қалдыңыз. Ертеңгі күні тұрмысқа шығып жатсаңыз, балаңыз өзіңізбен бірге бола ма, әлде ата-анаңызда қала ма? Балам ата-анамда қалады ғой. Сіздің қазақшаңыз өте жақсы екен. Кәдімгідей түсінікті. Ал сіз қайдан үйрендіңіз? Әлде біреулер бар ма үйретіп жүрген? Мен негізі кішкентайымдан Шымкентте үлкен болғам ғой. Шымкентте көп. Иә, Шымкентте сол. Өстіңіз, Шымкентте өстіңіз сонда?
Содан кейін қазақшаңыз керемет судай болып тұр үшін енді. жақсы сөйлей аламын. Иә. Перизат, есіңізге түсті ма, аяқтаңыз? Иә. Нұрдәулеттің талабы бар еді ғой, үйленбеген 18-20 жастағы қыз деп. Бірақ Мерим ажырасқан қыз екен, қалай қарайсыз? Баласыны қабыл алуға даярсыз бе деп айтқым келеді. Иә, ондай талап басында келген кезде болды. Одан кейін маған ажырасқан қыз да келді, баласы бар да келді. Ол кезде танысып көрдік. Ары қарай енді ол адам сезіміне байланысты ғой. Иә, Балауса ханым, саламатсыз, қайырлы күн. Мейірім, қош келдіңіз. Өте сондай сұлу сымбатты қыз екенсіз. Уайымдамаңыз. Енді менің сұрағым болып тұр, Балауса ханым, кішкентайымнан Шымкентте өстім деп жатыр ғой. Бірақ та экс күйеуіңіз шымкенттік емес пе случайно? Жоқ, қырғыз. Қырғыз, иә? Иә. Саида. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Я хотела спросить, Нұрдәулеттің бұрынғы қарым-қатынасы, таныстығы қызғаншылықтан бітті. Соған сіз қызғаншақ па или нет? Соны сұрағым келеді. Мен негізі қызғаншақ емеспін. Балауса ханым. Негізі бұрынғы қарым-қатынасым қызғаншылықтан біткен жоқ. Қызғанудан біткен жоқ, басқа бір себептерден біткен. Иә, Балауса ханым соны айта кетсең. Бибинурмен қызғаныш үшін. Бинурамен айтып жатсыз ба? Бинурамен мен андай үлкен бір отношение болды деп айта алмаймын. Өйткені біз таныстық, просто таныстық болды да. Ол тек қана қызғаныш емес, просто адам ешқандай ашылу болмағаннан, ешқандай прогресс болмағаннан кейін уже қыздың да уақытын алмайын деп мен сол жерден тоқтатқан болатынмын. Сосын Балауса ханым, балаңыз егер сіздерде бәрі жақсы болса, балаңыз сізден бірге тұра ма или Енді бағанан бері Бинурды да айтып қалып жатсыздар ғой. Негізі Нұрдәулет алдыңғы 18 жасар қызды да қатырмады, сізді де қатырады деп ойламаймын. Енді бұл кісі алдында боксқа кеткеннен кейін алдыңғы ара қатынасын тоқтатқан болатын. Енді келесіде бұл кісі ертең білмеймін, магазинге шығып кетіп па, или бір баса қалаға кетіп қалып жатса, сізді қалдырып кетеді деген ой туындамай ма? Содан қорықпайсыз ба? Алдында мысалы боксқа барып келем деді ғой, соның кесірінен тоқтады деп ойлаймыз. Себебі қанша көп күнде өткен жоқ, қайтып келген болатын. Бинурмен жалғастырып жатыр ғой. Бірақтан да ер азаматтар негізі бір принципін қатты ұстанады ғой. Сондықтан да мен ойламаймын бұл қызды қабылдайды немесе ары қарай отношениялары өрбиді деп. Аделя, сіздің айтып отырғаныңыз, Қырғызстанға кетіп қалды ғой деп тұрсыз ғой өткен жолы. Содан кейін келгеннен кейін қарым-қатынасы тоқтады деп тұрсыз ба? Соны айтып тұрсыз ғой. Иә. Оған қатысы бар ма, қарым-қатынасыңыздың тоқтауына? Қырғызстанға барудың ба? Иә. Жоқ, оған ешқандай қатысы жоқ, Балауса ханым. Енді бұл өмірде, Балауса ханым, жаман адам жоқ. Барлық адам жақсы. Енді жаңа айтып отыр ғой, жақсы қызды да қатырмады деген сияқты қапшы. Адамның барлығы деңгейлері бірдей негізші. Просто нәрсені бар деп айтып, жоқ нәрсені жоқ деп айтамын ғой. Балауса ханым айтады. Шолпан. Мерім ханым, қош келдіңіз. Мен мына жерде Балауса ханым сұрағым келіп тұр да. Осы Қырғызстанның қыздарының бәрі біздің қазақтың қыздарына құмар екен деймін да. Жігіттер, кешіресіздер, Қырғызстанның қыздарының бәрі осы біздің қазақтың жігіттеріне құмар екен деп жатырмын да. Енді бөлгендік емес, негізі мен сұрағым келіп тұрғаны сізге, Мерім ханым, сіздерде неше жастан бастап қыз отырып қалған болып саналады? Себебі осы 25 жастан асқан қыздардың көбісі жаппай біз жаққа келе жатқанына қарағанда, ойлап жатқаным ғой, сіздерде сол жас мәселесі қатты бір мәселе ма деп. Қызық екенсіз, енді жалғыз Қырғызстаннан келіп жатқан жоқ қой қыздар. Әр түрлі жақтан қыздар келіп жатыр, жігіттер келіп жатыр. Және ол нақты бір жерге байланысты емес. Қазақтың жігіттерін тек қырғыздың қыздары жақсы көріп тұр деген сөз менің ойымша қисынға келмейтін сияқты. Мен Аделияның ойында қалып кеттім да. Негізі ше, шынымен де Нұрдәулет негізі бұрынғы отношениесінде айтқан болатын тоже. Мен әйел адамның қолдауынсыз бір іс бастауым қиын деп. Және де айтқым келеді, осы Бинурды негізі осы жерге сұңғақ бойлы, әдемі қызды шақырып алды да, өзінің бір бизнесін дамыту мақсатында жасаған болатын. Мен сөйтіп ойлаймын, өзімнің ойым. Және де мен сізге қоя кететін сұрағым, сіз өзіңіздің балаңызға әке іздеп келдіңіз ба, или жар іздеп келдіңіз ба? Балауса ханым. Жоқ, мен жауап берейінші, Балауса ханым. Сендер не естіп отырсыңдар, жаңа айтты ғой. Егер бәрі жақсы болып жатса, балам ата-анамның қолында қалады деп отыр ғой. Сонда екеуміз бірге тұрайын деп отыр. Мен тікелей осы кісіге сұрақты қойдым. Және де жоқ, енді дұрыстап тыңдап отырсаңдар, ондай сұрақ қоймайсыңдар да. Жігіттер, тыңдап отырайық. Сосын енді бұл не сұрақ? Сіз балаңызға Майды ғой, мен омен жалғастырам деген сияқты. Осы жерде әп-әдемі қыз, және де көрікті бір-біріме сай келетін сияқты. Осылай тиісудің қажет деп ойлаймын.
Ақырке мен ешкімге тиісіп отырған жоқпын, настроениеме де барлығы жақсы. Бірақтан да енді ортаға шыққаннан кейін бұл нәрселердің барлығы ашылу керек. Сіздер де ортаға шыққан кезде Нұржан мен сіздердің де экс жұбайыңыз туралы ортаға темалар, тақырыптар шыққан болатын, және де бұда тұрған ешнәрсе жоқ деп ойлаймын мен. Нұрдәулет, бәлкім шымылдықты ашып аламыз. Шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, need you baby, қасымнан кетпеші, love you baby, сөзіме тек сенші. Love you baby, бағынсың берген, I need you baby. Үйленетін болсам, сізбен бірге тұрып жат басқа адам үйленіп кетті ма или? Иә. Ал заңды түрде неке болып, заңды түрде ажырасып кеттіңіздер ме? Бірақ бір ай ғана созылды, иә, бір ай ғана. Иә. Өкінішті әрине. Ал қазір сізде ұл немесе қыз? Ұл. Ұлыңыз бар? Иә. 5 жаста, иә? Иә. Уайымдамаңыз, барлығы дұрыс, барлығы жақсы. Рахмет. Ал ұлыңыз